Филипп Зептер ас үй бұйымдарын сататын шағын дүкеннен үлкен сауда желісін құрған тамаша маркетолог. Студент кезінде тамаша кәсіпкер ретінде талантын танытты. Шағын Серб қаласынан Австрияға көшіп келген ол бірнеше жылдың ішінде Zepter International империясын құрды. Югославия, Австрия, Монако сатушы директор, бизнес иесі. Мыңдаған, миллиондаған, миллиардтаған. Филипп Зептер баспалдақпен жоғары көтерілуді жалғастыруға ниетті. Төбеге тигенше. Жер шарындағы ең бай адамдар рейтингінде Сербиядан бірде-бір өкіл жоқ. Олардың кем дегенде біреуі Филипп Зептер деген атпен танымал Милан Янкович миллиардерлер арасында жақсы орналаса алады. Оның бастамасы болып табылатын Zepter International Group ширек ғасыр ішінде қарапайым ыдыс-аяқ дүкенінен табысты әр тараптандырылған бизнеске айналды. Сарапшылар оның жылдық айналымы 2 миллиард доллардан асады. Зептер мырзаның өзі жұмбақ адам. Жұмысқа құмар, тәуекелшіл кәсіпкер және тамаша маркетолог. Ол тот баспайтын болаттан жасалған кәстрөлдерді емес, салауатты және бақытты өмір философиясы ретінде сату арқылы миллиардтаған долларлық сауда империясын құра алды. Дегенмен желілік маркетинг принципі бойынша жұмыс істейтін көптеген басқа компаниялар сияқты, Zepter де мерзімді түрде жұмыс істейді. Беделіне нұқсан келетін дақтарды жуу. Гейтске қарағанда жылдам. Филипп Зептер өзін Microsoft негізін қалаушымен салыстыруды ұнатады. Бар болғаны 3 жыл жұмыс істегеннен кейін мен Билл Гейтстің қолынан келмеген нәрсені істей алдым, бірақ оның прогрессивті, революциялық және пайдалы технологиясы бар деп мақтанады Zepter International басшысы Srpska Diaspora басылымына берген сұхбатында. Мен оған қарағанда тезірек байып кеттім. 1980 жылдардың аяғында Милан Янкович, 2000 жылы Югославияны бомбалаудан кейін Филипп Зептер атына төлқұжатын алған. Бар болғаны 3 жыл жұмысының ішінде компанияның айналым капиталын 1 миллион долларға дейін ұлғайта алды. Билл Гейтстен 2 есе жылдам. Дегенмен қазір, жақында өткен планетаның ең бай адамынан айырмашылығы, серб кәсіпкері табысының шынайы мөлшері туралы айтпауды, тек қауіпсіз жағында болуды жөн көреді. Батыс ақпарат құралдарының бағалауынша, Зептер мырза өзінің қоймаларында кемінде 5 миллиард жинаған доллар. Ол әйелі Мадлен және қызы Эмма мен Монте-Карлодағы француз императоры Наполеон мен Египет пен Судан королі Фарукқа тиесілі сәнді вилла Трианонға қоныстанғандықтан жайлы өмір сүретіні анық. Қазіргі корольдік мүшелерінің кейбірімен, атап айтқанда Монаконың билеуші князі Альберт, Посуд империясының қожайыны достық қарым-қатынастар, бірақ актер Кевин сияқты қарапайым атақты адамдармен. Ол Костнермен және теннисші Борис Беккермен достық қарым-қатынаста, және олармен үнемі гольф ойнайды. Сонымен қатар, Зептер мырза жарнамадан қашады және сирек сұхбат береді. Уақыт жоқ дейді, шаруа, бизнес, қайырымдылық. Мұндай жұмыссыздықты табу үшін көп іздеу керек. Өзінің айтуынша, ол өмір бойы дерлік күніне 5 сағаттан артық ұйықтамайды және ұйықтар алдында құнды нәрсені жіберіп алмау үшін өз ойын диктофонға жазып алады. Филипп Зептердің саяхаты, қажырлы еңбектің, өз-өзіне сенудің және тәуекелге баруға даярлықтың өмір тарихы деп жазады The Monaco Times. Янковичтер отбасы Босанска Дубица қаласында тұрды. Содан кейін 1950 жылы Милан дүниеге келген Велика Градиштеге, қазіргі шығыс Сербия, көшті. Бала 8-ге келгенде әкесі қайтыс болды. Милан Белград университетінде экономиканы оқыды. Ол мансап сатысына алғашқы қадамдарын жасады. Ынталы студент жаңа ғимараттардың терезелерін жаппай жуу үшін бір топ сыныптастарын жинап, 2 есе жалақы алды. Мердігер және қарапайым жұмысшы ретінде. Әскери қызметтен, некеге тұрудан және транскопта халықаралық кеме қатынасында қысқа мерзімді жұмыстан кейін Милан Янкович Австрияға көшті. Оның әйелі Мадлена сол елде жұмысқа орналасты. Біраз уақыт күрескеннен кейін жігерлі серб ақыры АМС компаниясына сату өкілі болып жұмысқа орналасты. Локомотивтер шығару және сату. Оның мансаптық өсуі оны таң қалдырды. 6 айдан кейін жаңа жұмысқа қабылданған адам компанияны басқарды және кеткенге дейін 5 жыл директор қызметін атқарды және өзінің ұқсас бизнесін құрады. Денсаулық пен бақыт. Бағасыз. Австрия, Линц, 1986 жыл. Бастапқы капитал 30 000 австриялық шиллинг, сонымен қатар басылмайтын энергия мен орындалмаған амбициялар. Милан Янковичтің Zepter, неміс тілінен аударғанда таяқ деп аталатын бизнесі бастапқыда ертегідей пайда келмеді.
Филипп Зептер сер басылымына менің табысымның құпиясы табандылық және бейімделу қабілеті деді. Көптеген компаниялардың проблемасы сүйіктенген басқару, бейімделе алмау және стереотиптік ойлау. Бірақ менікі емес. Мен алғашқы 10 жылымды тікелей сату жүйесін құруға жұмсадым. Және ол өз алдына нақты мақсаттар қоя білу маңызды деп санайды. Кәсіпкер $100,000, содан кейін $7,000 табу үшін бір кезеңнен кезеңге өтті. Мен көп нәрсеге қабілетті екенімді түсінгенде мен тоқтай алмадым деп мойындайды Зептер мырза. Zepter International 2008 жылы €1 миллиард айналымына қол жеткізді. 1990 жылдардағы компанияның қарқынды өсуіне шығыс блок пен КСРО-ның ыдырауы ықпал етті. Сұраныс орасан зор болды деп еске алады кәсіпкер. Бұл жерде адамдардың көпшілігі 100-ден аз табыс тапты. Доллар айына көп болса, біздің кәсіпкерлеріміз үшін $500 төлеуге дайын болды. Неліктен бұл ыдыс-аяқта емес, әр адамға тән жақсы өмірге деген ұмтылыс туралы. Милан Янкович мұны түсінді. Оның маркетингтік ноу-хауы ыдыс-аяқтың сапасы емес, сатылымның философиялық отын толтыруы болды. Асүйдің ханшайымдары әйелдер және ерлер де не қалайды? Денсаулық және бақыт. Zepter империясының негізін қалаушы брендтің табалары мен асүй табақтарын сатып алушыларға дәл осылай уәде еткен. Денсаулық философиясына баса назар аудару және өнімдерді эксклюзивті өңдеу компанияға баға белгілеуден тартынбауға мүмкіндік берді. Zepterдің күшті тұсы дизайн. Оның арқасында бренд бәсекелестеріне қарағанда әлдеқайда жоғары баға санатында. Әйтпесе, ыдыс-аяқтың шетелдік және отандық өндірушілердің өнімдерінен айтарлықтай айырмашылығы жоқ дейді ыдыс-аяқ пен тұрмыстық бұйымдарды сертификаттау жөніндегі сарапшы, Composite Test ақ бас маманы Владимир Орлов, 3 қабатты түбі қалыңдатылатын коррозияға төзімді хром никельді болаттан жасалған тағам дайындауға арналған Zepter ыдыстары 8 жылдан бері осы ұйымда сертификаттау сынақтарынан өтіп келеді. Zepter өнімдері жоғары бағаға қарамастан, кастрөлдер мен табалар жиынтығы орташа есеппен $5,000 тұрады және мәй. Негізінде, сарапшылардың шағымдары аз болған жоқ. Біріншіден, спектрлік әдіс болаттағы күмісті анықтаған жоқ. Бұл туралы компанияның сатушылары ыдыстың микробқа қарсы қасиеттерін жарнамалау кезінде презентацияларда айтады. Бұдан шығатыны, оның ғажайып қасиеттерін сипаттай отырып, олар сатып алушыларды адастырды. Бұл қате түсінік деп қорытындылады Орлов мырза. Екіншіден, сыйымдылығы 1,3-тен 10 литрге дейінгі Zepter кастрөлдерінің тұтқалары 4 жерден жанаспалы дәнекерлеу арқылы бекітіледі. Сарапшылардың пікірінше үлкен контейнерлер үшін 3 жылден бұл жеткіліксіз, қауіпсіздік үшін қосылымның 100 дәнекерлеу арқылы өтуі қажет. Дегенмен Zepter құндылықтар парадигмасында мұның бәрі ұсақ түйек. Сұраныс бар, бұл тамаша. Тек ыдыс-аяқ емес. Алғашқы миллионын тапқан Филипп Зептер Миландағы бір ыдыс-аяқ фабрикасы оған жеткіліксіз екенін түсінді. Сіздің табыс философияңызды жаңа салаларда сынау үшін құралдар, күш және мүмкіндіктер пайда болды. Бизнесті әртараптандыру 1996 жылы Zepter тобы емдік шамдар шығаратын швейцариялық Bepfran компаниясын сатып алған кезде басталды. Жарық терапиясы ақша табуға болатын баламалы медицинаның сәнді саласына айналды. Соңғы 10,5 жыл ішінде Bepfran Light Therapy жарықтандыру жүйесінің 2 миллионнан астам қондырғысы жеткізілді. Сол 1996 жылы топқа тағы бір швейцариялық компания, косметика өндірушісі Intercosmetica Neutral'ға қосылды. Жаңа иесі компанияның қуатын 2 есе арттырды және кремдер мен лосьондар жасалатын ғылыми зертхананы салды. Әрине, бірегей және бет пен дененің терісі үшін ерекше пайдалы. Қазіргі уақытта Zepter Cosmetics бөлімшесінің өндіріс көлемі жыл сайын шамамен 5 миллион дананы құрайды. Бұл көрсеткішті ақшалай түрде аудару өте қиын. Косметика мен парфюмерияның баға диапазоны $10-15 $100 дейін ауытқиды. Осы екі сатып алудан кейін көп ұзамай Zepter тобының штаб-пәтері Австриядан Швейцарияға көшіп, ол жерден жаңа нарықтарға кеңейе берді. Бүгінгі таңда концерннің өнім желісінде металл және фарфор ыдыс-аяқтары, косметика және медициналық жабдықтардан басқа ауа мен суды тазарту жүйелері, балаларға арналған өнімдер, табиғи тағамдық қоспалар, сағаттар, жазу құралдары, зергерлік бұйымдар, интерьер заттары, кофе машиналары, тазалау жүйелері, үтіктер мен дезинфекциялық құралдар бар.
Бренд портфолиосы 5 салаға бөлінген: медицина, косметика, люкс, home art және home care. Айтпақшы, өз елінде, Сербияда Филип септерге бейінді емес активтер, Zepter Özagrange сақтандыру компаниясы мен Zepterphone ұялы байланыс операторы иелік етеді. Соңғы хоббилердің бірі. Миллиардер яхта, ол үшін ол тіпті Philip Zepter Yachts компаниясын құрды. Оның алғашқы туындысы Юм супер яхтасы болды. Бұл 50 метрлік теңізге жарамды дизайн өнерінің шедеврі Монако яхталар көрмесінде 2011 жылы ұсынылды. Бағасы 27 еуро. Сонымен қатар жоғары деңгейдегі кештер үшін жалға алуға болады. Zepter International компаниясының қаржылық көрсеткіштері мұқият сақталатын құпия болып табылады. Баспасөз қызметінің қызметкерлері РБК журналының сауалына жауап беруге дәрменсіз болды. Жоғарғы басшылыққа ықпал ету біздің қолымызда емес, тек президент немесе Деян Иванович ақпарат бере алады. Қалғандары бұл мәселелерде біліксіз және компания атынан сөйлеу үшін жауапкершілікті өз мойнына алмайды, деді Ресейдегі Zepter өкілдігінің менеджері Марина Курганова. Сондықтан біз бизнестің ауқымын аз, түсініксіз деректерге сүйене отырып бағалауымыз керек. Әр 10 секунд сайын Zepter өнімдерінің тағы бір тұсаукесері әлемде 5 жылдан астам уақыттан асады. Өнімдер Германияда, Италияда және Швейцарияда өндіріледі, және 130 мыңнан астам сатушы арқылы сатылады. Брендинг агенттігінің зерттеу және инсайттар департаментінің директорының айтуынша, Fetch Jim White, тікелей сату компанияларының табысы олардың сату жөніндегі кеңесшілерінің шеберлігімен анықталады. Олар тұтынушылармен сенімді қарым-қатынас орнататындар деп атап көрсетеді. Онлайн сауда біз үйренген бөлшек форматтарды бірте-бірте алмастыруда, бірақ сонымен бірге сатушымен жеке қарым-қатынас жасау мүмкіндігі жоғалып жатыр. Ал желілік маркетинг, дейді Уайт мырза, өнімді үйден шықпай-ақ сынауға және сұрақтар туындаған жағдайда ұсыныстар алуға мүмкіндік береді. Дегенмен, Zepter компаниясының алға жылжыту стратегиясын агрессивті деп атауға болмайды. Бренд теледидар экрандарында, баспасөзде немесе билбордтарда көрінбейді. Компания үнемдемейтін жалғыз нәрсе Формула 1 жарыстары мен теннис турнирлерінен баскетбол мен хоккей матчтарына дейін спорттық жарыстарға демеушілік жасау. Зептер мырзаның өзі спортқа бөтен емес, бір кездері ол Сербия Олимпиада комитетін басқарған. Енді ол сербиялық Црвена Звезда футбол клубын сатып алуға қызығушылық танытып отыр. Қайырымдылық пен патронажда оң бренд имиджін құру стратегиясының құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл кәсіпкердің әйелінің жауапкершілігі аймағы. 1994 жылы негізі қаланған Филипп пен Мадлен Септер қоры, атауы әйгілі Билл және Мелинда Гейтс қорымен ұқсастықты білдіреді. Жыл сайын гуманитарлық зерттеулер үшін стипендиялар мен гранттар тағайындайды, жастарға көмектеседі. Таланттар, ғылыми-техникалық және мәдени жобаларға демеушілік жасайды. Крутон және Крутон. Сербиялық ерлі-зайыптылардың қайырымдылық мәзірінде экзотикалық тағамдар да бар. Мадагаскар аралында жүздеген үйден тұратын ауыл бар, онда бастауыш және орта мектеп, сондай-ақ Zepter компаниясы негізін қалаған және қаржыландырған медициналық емхана бар. 2011 жылы Филипп Zepter қызметтері үшін Элис аралының құрмет медалімен марапатталды. Бұл сыйлықтың иегерлері арасында Америка президенттері Билл Клинтон, Рональд Рейган, Джимми Картер, әйгілі Фрэнк Синатра мен Мұхаммед Әли және Дональд Трамп бар. Басқа регалиялар да бар. Бұл тым көп емес пе? Көрініс таң қалдырады. Ізгі қасиеттердің шексіз ұзақ тізіміне қарамастан, маркетологтар мен брендинг сарапшылары беделге қатысты тәуекелдерді Zepter'тің негізгі мәселелерінің бірі деп атайды. Көп деңгейлі сатылымдар немесе желілік маркетинг, схемалары бойынша тұтынушылардың субъективті бағалаулары секталық таңданудан қоғамдық айыптауға дейін өзгереді. Мұның бәрінің артында пирамида деген сөз жатыр, және мылым арсеналын қолданатын ранттардың көпшілігі дәстүрлі түрде күмәнді беделдің мөрін алып жүр. Zepter өзінің ұзақ тарихына және өз өнімдерінің әбден қолайлы тұтынушылық сапасына қарамастан бұл тағдырдан құтылмады. Не шатастырады? Біріншіден, ол тым қымбат. Өнімнің бірегей қасиеттеріне негізделген өзіндік құны. 2000 жылдардың ортасында ұзаққа созылған сот процестерімен аяқталған шулы дау-дамай ешқандай оңдылық қоспайды.
Қаржыгер Джордж Сорос негізін қалаған халықаралық дағдарыс тобы Филипп Цептерді Серб автономиялық республикасында ақшаны жылыстатты және содырларға қару сатты деп айыптады. Сонымен қатар, оны сол кезде Гаага трибуналы тергеген Югославияның бұрынғы басшысы Слободан Милошевичке жақын болды деп айыптады. Кәсіпкердің адвокаты Питер Шеридан барлық айыптарға жауап ретінде жала жабу туралы арыз беріп, Нью-Йорк пен Брюссельдегі істерді жеңіп шықты. Жеңіс бұл жеңіс, бірақ Зәпір мырзаға зиян келтірілді. Ауыздағы жағымсыз дәм және $400 миллион жоғалтқан кіріс. Бақытымызға орай, оның мұндай жағдайларға арналған сөйлемі бар.